Gülüge berdim. Hazır aşık mikrofon adresi arqılı үй жұмысын сұраймын. Бірінші сұрағымыз, зат есім дегеніміз не? Айдана? Зат есім ол заттың қимылы адамның жануардың затын білдіреді. Оның сұрағы кім кімдер, не нелер? Жақсы, кім толықтырады осы топта? Зат есім дегеніміз. Толық ережесін айтады. Кім? Еркежан айтады ғой. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімдерге кім кімдер, не нелер деген сұрақтар қойылады. Жақсы, тамаша отыр ғой. Етістік дегеніміз. Етістік дейміз. Кім? Аяу? Заттың іс-қимылын білдіретін сөздерді етістік дейміз. Оның сұрағы не істеді, қайтты, не қылды. Өте жақсы. Балалар, кім сын есімді айтады? Сын есім дегеніміз? Сын есім дегеніміз? Тағы кім? Кім айтады сын есімді? Ахмир айта ғой. Сын есім заттың сапасын, түрін білдіреді. Сын есімнің сұрағы қандай қайыр? Өте жақсы, тамаша. Және біз өттік балалар сендермен сан есім дегеніміз Амархан айта ғой. Бірінші, екінші. Дұрыс, мысал келтіріп жатыр, жақсы. Ал сұрағы? Бірінші, екінші болса сұрағы қалай болады? Арман айта ғой. Сұрағы? Қанша? Нешінші, дұрыс. Қанша, нешінші, жақсы. Ал ережесі заттың санын білдіреді. Жақсы, заттың санын білдіреді. Өте жақсы балалар. Бүгін бізде балалар сабақта бірінші қатардағы оқушылар бірінші топ болады, екінші қатарда отырған оқушылар екінші топты құрайды, үшінші қатарда отырған оқушыларым үшінші топты құрайды. Балалар, бүгін біз жыл бойы қайталауға келді және үлкен тарауды бастаймыз. Кәсіби мерекелер бүгінгі біздің тарау мерекелерге байланысты болады. Балалар, сабақтың тақырыбы мәтін және сөйлем. Сабақтың мақсаты мәтін тақырыбы мен негізгі ойды анықтай алады, тірек сөздер арқылы әңгімелеу, сипаттау, пайымдау мәтінін жазады. Ал балалар, маған айта қойыңызшы, осы жерден бағалау критериялар қалай шығады? Кім айтады маған осы мақсаттың негізінде? Ойламай, қандай күнжу айта қой? Мәтін және сөздер жұмысы істейміз. Сөздермен жұмыс жасаймыз, жақсы. Тағы аяу. Тек сөздермен пайдаланып, үш мәтін туралы әңгімелеу, сипаттау, пайымдау мәтіндермен жұмыс істейміз. Өте жақсы. Және Ахмир айта ғой. Негізгі ойды анықтай аламыз. Өте жақсы. Мәтін арқылы негізгі ойды анықтау керек. Ол біздің бағалау критерияларымыз. Жақсы балалар. Оқулықпен жұмыс жасаймыз қазір. Үш топқа бөлінді. Барлығымыз оқулықтың 99-шы бетін ашамыз. Мәтінді түсініп оқы. Ариана бастайды. Қалғандарымыз мұқият ұстап тыңдап отырамыз. Біздің бәріміз мерекені жақсы көреміз. Оған дайындаламыз. Қарқын мерекелер 22 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан, тәуелсіздік күні 1 мамыр, Қазақстан халқының бірлігі күні 1 маусым, халықаралық балалар қорғау күні және басқа. Жақсы. Келесі Еркежан. Сонымен бірге кәсіптік мерекелер бар. Жыл сайын әртүрлі мамандық иелері, дәрігерлер, мұғалімдер, құрылысшылар, шахтерлер, металлургтер,
тағы басқалар өз мерекелерін тойлайды. Жақсы. Ақниет оқи ғой. Бұл ұйым мерекелер жинауы салтанатты кеш өтеді. Осы жұмысшыларға қызметкерлерден адам және сыйлықтар беріледі. Жақсы балалар. Бүгін мен сендерді арнайы бағалау парағымен әр бала өзін бағалайды. Қазір мәтіннің тапсырмаларын бергенде балалар осы жерге аттарыңды жазасыңдар және осы мәтіннің тапсырмаларына өздеріне баға қойып отырасыңдар. Қазір бағалауға аттарыңды жаза беріңдер. Кімге бердім? Ұпай бойынша 10 ұпайға дейін болу керек. Соңында балалар жинаған ұпайларыңды маған айтасыңдар. Бұнда жеке бар және жұптық бағалау бар. Жақсы балалар, осы мәтін бойынша қараңдар балалар, біз осы тапсырмада 4 балдық жүйемен өзімізді бағалаймыз. Енді осы жерде осындай тапсырма. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін атын анықта. Біз жаңа оқып шықтық, иә? Мәтін қалай аталады осы жерде? Қандай тақырып қоя аламыз осы жерде? Нұрасыл айта қойшы. Жақсы, мерекелер. Не себептен сен мерекелер деген тақырыпты таңдадың? Тамаша. Мәтін мерекелер жайлы айтылған. Жақсы, келісесіңіз бе? Балалар, келісеміз? Келісеміз мерекелерге. Ал енді мәтіннің қай түріне жатады? Бізде әңгімелеу бар, сипаттау бар, пайымдау мәтіні бар. Осының қайсысына келеді? Әмірхан айта қой. Әңгімелеу мәтіні дұрыс, келісеміз бе? Жақсы, әңгімелеу мәтініне жатады. Қазір балалар, біз енді осы мәтіннің бөліктерін анықтаймыз. Бөліктерін толтыру керекпіз. Қараңызшы, балалар, бірінші бөлігі тұр, мерекелік дайындық. Бірінші топ екінші тақырыбын жазады осы жерде. Қалай атайсыңдар? Екінші топ екінші тақырыбын жазады. Және үшінші топ осы жерде қалай аяқтайсыңдар осы тақырыбын төртінші несін жазасыңдар. 2 минут беріледі. Қалай тақырыптарды қоясыздар? Жаңа мәтінді оқыдық. Қандай түрлері бар? Жазамыз. Қандай түрлері бар? Сол түрлерін жазамыз. Мерекенің түрлерін. Үлкен қылып жазуға болады, кішкентай тақтаға ілеміз үлкені. Бірінші болды, екінші, үшінші тезірек жазды. Бірінші қатар кім оқиды? Қалай тақырып қойдыңдар? Кім оқиды сендерден? Ақмейір оқи қой. Халықтық мерекелер деп қойды. Ақкеле ғой, жақсы. Халықтық мерекелер. Яғни бірінші мерекеге дайындық туралы болды. Екіншіге халықтық мерекелер. Екінші қатар. Сендер қалай атадыңдар? Кәсіби мерекелер. Өте жақсы келіңдер. Дұрыс, кәсіби мерекелер туралы айтып кеткен ол жерде. Жақсы, кәсіби мерекелер, тамаша. Үшінші топ болдыңдар ма? Ақниет, айта ғой, оқи ғой. Орнымыздан тұрамыз. Кел, осында ортаға кел. Ортаға кел, сосын айтасың. Өте жақсы. Үздік жұмысшыларға деп атақ және сыйақы беріледі. Жақсы, тамаша. Балалар, келесі біздің тапсырмамыз. Қазір бізде бірінші топ халықтық мерекелерді жұртпен ақылдасып, халықтық мерекелерді ойластырасыздар. Біз оқыған. Екінші топ кәсіби мерекелерді жұртпен,
Үшінші топ кәсіби және халықтық мерекелерді толықтырасыңдар. Жұртпен сөйлесіп алыңдар. 2 минут беріледі, жұртпен қандай мерекелерді таңдайсыздар. Қараңдар, бізде халықтық мерекелер бар, кәсіби мерекелер бар, балалар. Келісіп алдық па, жұртпен? Бірінші топ бастаймыз. 8 наурыз. Жақсы. 6 желтоқсан. 1 маусым. 1 маусым. Жақсы, халықтық мерекелер дұрыс. Келесі кәсіби мерекелер. Дәрігерлер, мұғалімдер, шахтерлар. Тамаша. Үшінші бізде толықтыру керек, иә? 12 сәуір әншілер күні. Бұл қандайда жатыр? Халық. Халық мерекеге жатыр. Дұрыс. Халыққа толықтырып жатыр. Біз 7 мамыр, дұрыс, ұландар күні, иә? Бұл қандайда жатыр? Халықтық. Жақсы. Жүргізушілер күні. Жақсы. Жарайсың. Жүргізушілер күні бұл? Кәсіби мереке. Жақсы, балалар, өздеріңге ұпайларымызды қоямыз. Тапсырма бойынша сан ұпайларымыз. Жақсы, балалар, дәптерлерімізді ашамыз. Қазір бізде осындай жаттығу. Қараңыз, көп нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді алу жаз. Екінші жаттығу. Қазір бүгін барлығымыз ұстап отырайық, күнді жазайық, сынып жұмысын жазамыз. Және екінші жаттығу деп, екінші жаттығуды жазамыз. Әр бала жеке жазып алады. Көп нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді қойып, жеке көшіп аламыз. Дәптерлерімізді көзбен қояйық, кітаптарымызды кішкене алыстатайық, өздеріміз тік отырамыз, аяқтарымызды жинаймыз, әдемі көркем жазамыз. Асықпаймыз балалар. Көркем жазамыз. Нүктенің орнына бастауыш болатын сөзді. Яғни кім немесе не деген сұрау.
сөйлемді бірінші топ оқысыншы кәне. Қалғандар тыңдаймыз. Альмайдан оқып қой. Мен мерекені сыйлатамын. Аға, қандай сөз қойдың? Мен. Келсеңіз ба? Иә. Екіншіде аяулым оқып қой. Біз мерекеге қызумен дайындаламыз дейді. Қойған сөзін нүктенің орнына қойған сөз біз, иә, дұрыс. Үшінші кім оқиды? Аяулым оқып қояды. Маған бірінші маусым мерекесі өте ұнайды. Қойған сөзін Бірінші маусым. жақсы балалар. Ал енді осы жерде балалар бұл жай сөйлемнің ішіндегі қандай сөйлем? Сөйлем, жай сөйлем екіге бөлінеді, иә? Қандай түрге бөлінеді? Жайылма, дұрыс. Жалаң болып бөлінеді. Осы қандайға жатады? Жалаң ба, жайылма ма? Қане? Жайылма. А неге жайылма? Қалай ойлайсың? Неге бұл жайылмаға жатады? Там басқа да қандай мүше бар? Тұрлаусыз мүшелер бар. Егер бастауыш пен баяндауыштан басқа тұрлаусыз мүшелер болса, онда ол бізде жайылма сөйлем деп аталады. Қазір балалар барлығымыз секіріп сәтіне тұрайық. Қолымызға тұрамыз. Нужно привести в порядок двор, благоустроить внутридворовую территорию. Как сделать это быстро и легко? Придворовую территорию? Как сделать это быстро? Балалар, осы суретке қараңдар, әріптер орнымен ауысып. Яғни осы әріптермен бізде сөз шығу керек. Ол бір мерекенің атауы. Тамирис? Өте жақсы. Балалар күні бірінші маусым. Балалар, қазір мен әр топқа осындай тапсырма беремін. Бірінші топ. Осы тірек сөздер арқылы бірінші маусым балалар күніне әңгімелеу мәтінін жазасыңдар. Екінші топ тірек сөздерін бар, осы тірек сөздер арқылы баяндау мәтінін жазасыңдар. Үшінші топ тірек сөздер арқылы баяндау мәтінін жазасыңдар. Екінші топ сипаттау, бірінші топ әңгімелеу, үшінші топ баяндау. Бастаймыз. 7 минут беремін.
балалар топпен өздерінің ойларын қосты сөйлемді бастанда. Қаламен жаза бер, қаламен. Бір-бірге айырма. Ойларын дұрыс айтуға болады, тоқта айтуға. Şimdi kaldı. Yazar zaten. Şimdi ayetlerden Osatınlar bunu sap olsunlar. Vakti var mı? Vakti var. Bir minutlarımız var. Kusamış minutlarımız. Vakit oldu. Әңгіме жоқ. Айдан отырады. Бәрі шалсын, қазір. Тыңдаймыз Айдананы балалар. Балалар күні бірінші маусым мерекесі. Біз достарымызбен саябаққа бардық. Достарымызбен балмұздақ жедік. Мен
жаңа жылдың мерекесін жақсы көремін. Біз отбасымен торт жедік. Тамаша айтады. Өте жақсы. Келесі сипаттау мәтіннен кім бастайды? Айжан мен аяулым екеуі күнді жүрді. Олар мерекеге әдемі қызыл сары көйлек киді. Олар бір-біріне әдемі сыйлық берді. Өте жақсы, тамаша. Қандай деген бар екен, қызыл көйлектегі сыйлықтары әдемі екен. Жақсы. Үшінші қатар пайымдау мәтіні. Кім оқиды бізде? Аяныш. Бірінші осы балалар өмірдің жалғасы. Әр бала немерені асырап күтеді. Себебі балаларға сыйлық жан береміз. Және бұл балалардың мерекесі. Мерекесі, иә, себебінде түсіндірді, пайдап дәлелдеді, неге оны жақсы көретінін. Өте жақсы балалар. Балалар, бүгін біз сендермен қандай тақырып өттік? Айта ғой. Әңгімелеу, баяндау, сипаттау. Дұрыс, ол не ол? Мәтіннің ішкі. Дұрыс, мәтіннің түрі. Мәтін және сөйлем, өте жақсы балалар. Мәтіннің үш түрі бар. Пайымдау мәтіннің сұрағын кім айтады балалар? Пайымдау мәтіннің сұрағын. Аха, міне. Сұрағы бола неліктен. Неліктен, өте жақсы. Сипаттау мәтіннің сұрағы. Қандай сипаттау дұрыс? Және әңгімелеу мәтіні. Кім айтады сендерден? Иманғали айтты ғой. Не істеді? Не істеді, иә? Және әңгімені баяндайды екен. Балалар, қазір біз сендермен кахот әдісі арқылы сабағымызды бекітеміз. Қазір ұялы телефондарды қосамыз. Осы номерді тіркейміз. Мен қарап тұрамыз, балалардың аты шығып тұрады, иә? Қазір бәрін күтеміз, бәрін тіркеліп болған болсын. Амырхан, Кіртәлім, Мунир, Ақмейір. Иманғали жақсы. Нөмірді тіркедік па? Аға, күтеміз, Айдана. Нөмірді тірке, сосын атыңды жаз. Бірінші нөмірді тіркеп алыңдар. 12 оқушы тіркеліп отыр, тағы алған. Балалар, қазір кахот әдісінде тест шығады, иә? Тест арқылы өз жауабын бересіңдер. Айдан шықты. Дайынбыз ба, балалар? Дайын болса, тамаша. Оқимыз, сұрағын оқимыз. 30 секунд. Не балалар, кім бірінші орында, кім бірінші белгіледі, шығып тұр осы жерде. Келесі сұрақ. Сұрақты оқимыз. Ұялы телефондарына шығып тұр бұл сұрақ. Осы жерде Айдана жақсы.
жарайсың. Үлгеріп отырмыз ба? Ақниет жарайсың. Так, Алдияр алға шықты, жақсы. Дұрыстап оқимыз, мұқият қараймыз. Жаяу алда келе жатыр. Алты мерекелер. Жақсы. Соңғы сұрақ. Қазір көреміз бізде кім. Ақниет үшінші орын, Айдана екінші орын, бірінші орын, Айару шықты. Тамаша. Қазір осы жерде алған сандар ұпайын көреміз. Сандар ұпайын шығарды қазір. Кім қанша балл жинағанын. Он бес оқушы қатысты. Айару 100 ұпай, Айдана 90 ұпай, Ақниет 90 ұпай, Алдияр 90 ұпай, Мунир 90 ұпай, Бенжу 80 ұпай, Ақниет 80 ұпай, Иманғали 80, Арлан 80, Еркежан 70 ұпай. Бәрекелді, өте тамаша, жақсы балалар. Ал енді балалар, қазір біз сендермен бүгін мәтін түрлерін айттық, үш түрге бөлінеді мәтін, сипаттау, пайымдау, әңгімелеу мәтіні. Және біз қандай мерекелердің аттарын айттық? Халықтық мерекелер дұрыс? Кәсіби мерекелер дұрыс айтасыздар. Халықтық мерекелер қандай мерекелер балалар бұл? 22 наурыз, 8 наурыз, 16 желтоқсан. Яғни бұны барлық халық тойлайды, бұл мерекелерді барлығы. Оқушы болсын, үлкен адам болсын, барлық осы халық мерекелерді тойлайды. Ал кәсіби мерекелерді? Дәрігерлер, мұғалімдер, шахтерлар. Өте жақсы. Арнайы мереке бұл, арнайы айта осы кәсіби мерекелерді олардың дұрыс, мамандықтар жатады, өте тамаша. Балалар біз жаңа айттық қой, халықтық мерекелер. Сол халықтың мерекелердің бірі 22 наурыз ұлыстың ұлы күні.
сол күні халық мерекесінде қандай ойындар ойнатылады? Асық ату, дұрыс айтасың. Ұлттық ойындардың бірі асық ату. Қазір сендермен рефлексия жасаймыз, яғни білім қоржыны. Балалар қолдарында барлықтарында асық бар. Егер барлық сабақ түсінікті болса, біз жасылды көтереміз. Егер әлі білетінім бар, түсінбедім десе, сарыны көтереміз. Барлығы енді әлі де ізденуім керек, әлі де білуім керек десе, онда қызылды көтереміз. Тамаша балалар, барлығына сабақ түсінікті екен. Бүгін сабақта өте белсенді қатыстыңдар. Сендерге өте қуаныштымын балалар. Қазір жеке бағалау парағы бойынша өз бағаларыңды айтып шығасыңдар. Ол бағалау парағын айтпас бұрын балалар жеке өздерді үй жұмысын айтып шығады. 4-ші жаттығу үй жұмысы болады. Жақсы ма? Қазір енді ұпайларыңды санаңдар жеке. Әр бала өзіне қанша бағалау баға қойды, қанша балл қойды. Бүгін бірінші неден топтан маған өте Мунир ұнады, өте жақсы. Ариана тамаша болды. Айдана белсенді қатысты, өте жақсы қатысты. Екінші сипаттау тобындағы оқушылардан Еркежан, Үнжу, Нұрасыл өте белсенді көрсетіп, бүгін жақсы тамаша қатысты сабаққа. Және үшінші топта Иманғали, Айару, Ақниет, жарайсыздар. Бүгін сондай барлық тапсырмаларды орындады деп ойлаймын. Так, айтар, кім қандай не? Айтамын. 9 балл қойды, жақсы. Тамаша, Ариана 9 балл өзіне қойды. Нұрасыл 8 ұпай қойды. Қане тез айтып шығыңдар, кім неше ұпай қойды? 9 балл, аха. 9 ұпай қойды, жақсы. Жақсы. 8 ұпай қойды. Айару 10 ұпай қойды, өте жақсы. Жақсы. Балалар, сонымен бүгінгі мақсатымыз қандай болды? Кім айтады? Бүгінгі сабақтың мақсаты қандай болды? Айдан айтады. Сипаттау мәтінін кім толықтырады? Айданадан аға, мақсатымыз? Дұрыс, жақсы. Және қандай? Тірек сөздер арқылы тамаша. Балалар, бүгінгі сабақтың мақсатына жеттік пе? Жақсы, сабақ аяқталды.